Сыннан қашудың бір ғана жолы бар. Ештеңе айтпаңыз, ештеңе істемеңіз, ешкім болып қалыңыз. Егер сенің кеткеніңді ешкім байқамаған болса, демек кеткенің дұрыс болды. Адамдарды таныған сайын өзімнің етімді қатты қадірлеймін. Алланың гүлді тікенді етіп жаратқанына таң қалудың орнына, тікендердің арасынан гүл жаратқанына таң қалыңыз. Ата-ана еңбек етіп, балалары өмірдің рахатын көрсе, немерелері қайыр сұрайды. Ақмақтықтың екі белгісі бар. Бірі, өзіне пайдасы жоқ нәрсені әңгіме қылуға бейім тұрады. Екіншісі, сұрамаған адамға ақыл айтады. Тіпті жақын достардың арасында да қашықтық болуы керек. Батыр соғыста сыналады. Дос қиындықта, дана адам да ашулы кезінде сыналады. Егер сіз ұлыңызды жақсы көрсеңіз, оны сапарға жіберіңіз. Қалың ағаш шыбықтан бастау алады. Көп қабатты үйлер бір кірпіштен, қанша мың шақырымдық саяхат бір қадамнан басталады. Ойларыңызға абай болыңыздар. Ойлар да бір іс-әрекеттің бастауы. Өз шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара. Таң сәріде оянған дұрыс. Себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Адамның барлығы адамзатты өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгерту туралы еш қайсысы ойламайды. Жақсы нәрсе туралы ойлан. Сонда ойларың ізгі істер жасауға пісіп жетіледі. Басқаларды даттап, өзіңді мақтап тұратын адамды ешқашан тыңдама. Табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді, ал сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Бала тәрбиелеу, шыңдап келгенде өз-өзіңді тәрбиелеу. Ой барлығының бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Сұраған ұят емес, білмеген ұят. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Не болса да сабыр қыл. Адамдар қартайғанда қайтадан бала болады. Адамға емес, таяққа сүйеніңіз. Адамдарды сыйламау, өзіңді сыйламау. Ең кішкентай жәндіктің өзіндік батылдығы бар. Байлықта дос көп, кедейлікте туыс та жоқ. Ақылды адам қандай жағдай болса да әлемге байсалдылықпен қарайтын адам. Адамға күмәнданбас бұрын 7 рет тексеріңіз. Ұлыңа байлық қалдырмай, ұлыңа ақыл бер. Үйде намыс болмаса, үйдің қабырғасында намыс болмайды. Ойланбай сөйлеме, ал егер айтқан болсаң, айтқаннан қайтпа. Лайықты адам доссыз болмайды. Халық бірлігі жеңілмейтін қамал. Өмір сүруді білмейтіндер үнемі өткенді айтады. Асқазан бос болса, денсаулық түзу. Әмиян бос болса, мінез құлық түзу. Өзіне қажет емес нәрсені сатып алған кісі
өзіне қажет болған нәрсесін сатуға мәжбүр болады. Тіпті өтірікші болсаң да, айтқаныңды есте сақта. Наданның ашуы сөзінде, ақылдының ашуы ісінде белгілі болады. Жаралы бүркіттен сұрапты: «Сені неге сонша мұң басқан?» «Мені атқан жебенің артында бауырымның қауырсыны бар еді», депті. Жылан шаққан мысық жіп көрсе, жылан деп қашады. Ай шыққанда жұлдыздардың қажеті қанша? Бір нәрсе жасағысы келген жолын табады, жасағысы келмеген себебін табады. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контенттің дамуына үлес қосайық. Қарағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.